Армысыздар, құрметті әріптестер және қазылар алқасы. Мен номер 25-ші Сәкен Сейфуллин атындағы жалпы білім беретін мектебінің тарих пәні мұғалімі Ақмарал Асанқызы боламын. Менің еңбек өтілім 5 жыл. Педагог-модератор санатында жұмыс істеймін. Менің сүйікті мамандығым тарих пәні мұғалімі. Мұғалім болу бала күнімдегі арманым еді. Өйткені білгеніңді үйрету, біреудің көкірегіне сәуле құюдан асқан қуаныш жоқ деп ойлаймын. Мен білемін, білгенімді басқа үйретуім үшін ең алдымен өзім терең білуім керек. Сабақтарымда заманауи технологияларды қолдана отырып, оқушылардың білімге қызығушылығын арттыруға тырысамын. Мақсатым сапалы білім беру және оқушылардың жан-жақты дамуына үлес қосу. Сол себепті де мен ізденуден жалыққан емеспін. Білімге деген үздіксіз ізденіс мені алға жетелеп, нағыз ұстаз болуға ынталандырады. Тарих пәнінің мұғалімі болу оқушының дүние танымын, қиялын ашу ғана емес, сонымен қатар болашаққа жол ашатын қадам болмақ. Әр оқушыда шығармашылық қабілет бар. Менің мақсатым сол қабілетті ояту. Менің кәсіби жетістіктерім мен үшін мұғалім болу жай мамандық емес, үздіксіз даму мен жауапкершілік жолы. Педагогикалық қызметімді бастағаннан бері білімімді үнемі жетілдіріп, жаңа әдіс тәсілдерді меңгеруге, заманауи технологияларды сабақта тиімді қолдануға назар аударып келемін. Нақты айтатын болсам, әр практикалық тапсырмадан соң жиі қолданып, шығармашылығымды одан әрі дамытып, зерттеу нәтижелері бойынша сабақта қолданып, сабақ үлгерімін 80-100%-ға арттырдым десем болады. Оқуларым облыстық, республикалық және де халықаралық дәрежедегі жетістіктерге жетіп отыр. Жұмыс нәтижелері мен білім айнасын ізденуімнің нәтижесінде республикалық журналдарда ғылыми мақалалар жарияладым. Бұл ғылыми зерттеулерде практикамен ұштастырудың нақты нәтижесі. Оқушылардың шығармашылық қабілетін ашуда 3 бағытқа сүйенемін. Таңдау еркіндігі. Тақырып: материалдарды таңдау еркіндігі. Ғылымда таңдауды оқушы өзі таңдайды. Ынталандыру шағын жетістікке жетелейді және баға беру, мадақтау, көрмелер ұйымдастыру оқушылардың функционалдық сауаттылығын артуына басты назар аударамын. Оқушылар алған білімін өмірге қолдана алса, ең маңыздысы осы. Ойлап шешім қабылдау, жоба құру, әдіс, тәсілдерді қолдану өзіне деген сенімін күшейтеді. Тарих пәні мұғалімі болу өз қолыммен емес, өз жүрегіммен болашақтың шеберлігін қалыптастыру. Өз тарихымды біліп отыру, баланың көз қарасын өзгертіп, болашаққа сенімді қадам жасауға жетелейді.